Сихота Айлиннің басындағы орман уақ, кәрі отындық қана ағаштар екен. Мұндай тоғайдан қашанда болсын қонуға лайықты орын тауып алу өте қиын. Не ағаштың тамырына шырмалып жатқан тастың, немесе мүк басқан, құлаған ағаштардың үстінен шығасың. Отын табу тіпті қиынға түсті. Орманның ішінде жүріп, отын таба алмау деген сөз қала адамдарына бір түрлі ерсі көрінер. Солай болғанмен де отын табылмайды. Шырша, май қарағай ағаштарын жаққанда ұшқынатады. Шатырды, киім мен төсек орынды өртеп аласың. Қандағаштың іші қуыс, дымқыл келеді. Жанудан бықсуы көп болады. Ендігі қалғаны қайың болса, ол Сихота Айлинның қылқанды орманының ішінде бірлі жарым ғана кездеседі. Бұл маңдарды жақсы білетін Сундсай қонуға керектінің бәрін кешікпей-ақ тауып алды. Сонда ғана мен қонуға белгі бердім. Мергендер шатыр тігуге кірісті де, біз Дерсу екеуміз бір жерден бұлан атып алмас па екенбіз деген үмітпен аңға шықтық. Қостан шыға бере мен шілге ұқсас үш құстың жүргенін көрдім. Әлгілер бізге онша назар аудармай, қардың үстінде жортып жүр. Мен атайын деп едім. Дерсу атқызбады. Керек жоқ, деді ол жалма-жан. Оларды былайда ұстап алуға болады. Мен әуелі Дерсудың құсқа қарай жақындап бара жатқанына таңырқап едім. Ал құстардың одан қорықпай, асыранды тауықтар сияқты асықпай, ақырын ғана бір жағына жылысқанын көргенде, бұрынғыдан бетер таңдандым. Ақырында біз олардың жанына 4 метрдей жақын қалдық. Сол кезде Дерсу пышағын алып, құсқа назар салмастан шыршаның жіңішке бұтағын кесе бастады. Сонан соң оны басындағы талшықтарынан арылтып, басына жіптен тұзақ байлады. Мұнан кейін ол құстарға жақындап, тұзақты біреуінің мойнына сала салды. Ұсталған құс тыпырлап қанатын қаға бастады. Қалған екеуі сонда ғана ұшу керектігін сезіп, жерден көтеріліп барды да маңайдағы бір қарағайға қона кетті. Біреуі төменгі бұтаққа, екіншісі ағаштың ең басына қонды. Құстар енді қатты шошып қалды ғой деп ойлап, мен атуға оқталып ем. Бірақ Дерсу маған тағы тыйым салды. Оларды ағаштың басында отырғанда ұстау жердегіден оңай деді. Сөйтті де ол қарағайдың түбіне барып, тақырлатпай ғана ақырын таяғын көтерді. Тұзақты төменде отырған құстың мойнына салам деп тұрып, байқаусызда тұмсығына тигізіп алды. Құс басын сілкіп түзеліп алды да қайтадан біздің жаққа қарап отыра берді. 1 минуттан кейін құстың дәрменсіз денесі жерде тыпырлап жатты. Үшінші құс өте биікте отырғандықтан оған жерден таяқ жетпейтін болды. Дерсу ағашқа шықты. Қарағайдың бұтағы сирек, жіңішке еді. Қатты шайқалды. Аңқау құс ұшып кетудің орнына аяғымен бұтақты қыса түсіп, бір жағына қарай ауып кетпес үшін денесін түзу ұстауға тырысып, сол орында отыра берді. Дерсу таяқ жетер жерге келісімен-ақ құстың мойнына тұзақты тастап жіберіп, жерге сүйреп түсірді. Сөйтіп бір оқты шығармастан құстың үшеуінде ұстап алдық. Мен олардың шілден гөрі ірілеу және жүндерінің қоңырлау екенін байқадым. Онан басқа еркегінің көзінің үстінде құрдың қастарындай қызыл қастары бар екен. Бұл жабайы деген құс екен. Ол Уссури өлкесінде Арму өзенінің басына дейін оңтүстікке қарай созылатын Сихота Айлинның қылқан жапырақты ормандарында ғана мекендейтін көрінеді. Кержақтардың бұған қойған аты мүлде сәйкес емес. Мүмкін олар бұл құсты орманның нағыз меңіреу Жапан түкпірінде мекендейтініне қарап, жабайы деп атаған болар. Жабайының жемсауын қарағанымызда шыршаның қылқаны мен ит бүлдірген жетіндігі байқалады. Біз қосқа жеткенімізде іңір қараңғысы боп қалған еді. Шатырдың ішінде жанып жатқан оттың жарығы, ішінде шырағы бар үлкен қолшамға ұқсайды. Жалындаған оттың түтіні мен будақтап көкке ұшып жатыр. Шатырдың ішінде қара көлеңкелер елбеңдеп жүр. Кешке Сихота Айлин асуынан өткенімізді тойладық. Тамаққа жабайының етін жеп, артынан шоколад қайнатып, шарап пен шай іштік. Ал жатарда мергендерге Гогольдің бір керемет әңгімесін айтып бердім. Осы арада біз Сундсаймен айырылыстық. Мұнан әрі біздің өзімізде жол таба аламыз. Өзеннің бойымен жүре берсек, ол бізді Бикинге алып баруға тиіс.
Сөйтсе де Дерсу онан жолдың жайын қазбалай сұрап алды. Таңертең түрегелгенде Сихота Айлин тауының бізді теңізден бөліп тұрғанын бірден сездік. Термометр таң ата -29 градусты көрсетті. Біз Сихота Айлиннен неғұрлым ұзаған сайын соғұрлым температура төмендей берді. Теңіз жағалауындағы таулардың үсті көбінесе жазық жерден гөрі жылы болатыны мәлім. Шамасы теңізден ұзаған сайын біз ауаның суық ағымына кіре берсек керек. Өзен бойында қар ұйтқып құйын борап жатыр. Бұл қар құйындары күтпеген жерден үйіріле бастайды да, өзара келісіп қойғандай бәрі бір жаққа қарай беттеп барып, тағы да кенеттен басыла қалады. Аязды күні желге қарсы жүру өте қиын. Біз әлсін-әлсін тоқтап, отқа жылынып алып отырдық. Сондықтан да күні бойы 10 шақырымнан артық жүре алмадық. Өзеннің бірден 3 салаға айырылатын жеріне жетіп, сонда қондық. 5 күн жүріп айтарлықтай оқиғаға кездеспей, желтоқсанның 20 күні Бейкинге жеттік. Осы арада темір жолға жетуге 350 шақырым шамасындай жол қалды. Қас қарайғанда Удехелердің бір ауылына жеттік. Мұнда 3 күрке бар екен. Жоғары бір жақтан тап болған белгісіз адамдарды көргенде Удехелер үрейленіп қалды. Бірақ отряд ішінде Дерсудың барын көрісімен жүректері орындарына түсіп, бізді өте жылы жүзбен қарсы алды. Бұл жолы біз шатыр тікпей-ақ үйді-үйге бөлініп түстік. Біздің тайгамен жүріп келе жатқанымызға да 2 аптадай болған еді. Мергендер мен казактардың кісі тұрған үйлерге қарай ентелей жөнелгенін көріп, олардың орман ішіне бір түнеп ілгері жүріп кете беретін жүрістен қажығанын, көбірек тынығуды қалайтындай сыңайларын байқадық. Мен осында еру жасауға ұйғардым. Мұны білген соң мергендер күркелерге кеңінен жайланып орналасты. Далада қонған кездегі жұмыстарды, ағаш кесіп, отын тасудың мұнда қажеті болмады. Олар етіктерін шешіп, іле кешкі тамақты қамдауға кірісті. Кешкісін аң аулаудан қайтқан 2 Удехе жігіт ауылға таяу маңнан қабандардың ізін көргенін, ертең оларды қамап ауламақ ойлары бар екенін айтты. Мұның қызық болатынын білген соң, мен оларға еріп бармақшы болдым. Удехелер кештен бастап даярлыққа кірісті. Шаңғыларының қайыстарын тартып, найзаларының ұшын қайрады. Таңертең күн шықпай аттанатын болғандықтан, тамақ ішкен соң бәріміз де жатып ұйықтадық. Мені біреу иығымнан тартып оятқан кезде әлі күн қараңғы екен. Оянсам күркенің ішінде от маздап тұр. Аңшылар түгел дайын болып, маған ғана қарап отыр екен. Мен шапшаң киініп, қалтама күйрек нан салып алдым да, өзен жағасына қарай шығып кеттім. Удехелер алда жүріп, мен солардың соңынан еріп келемін. Өзеннің бойымен азырақ жүрген соң, олар бір жағына бұрылды да, бір кішірек қырқадан асып, ар жағындағы ылдиға түсті. Сол арада аңшылар өзара ақылдасып алды. Сонан соң қайтадан ілгері жүрді. Бірақ енді ақырын, үн-түн жоқ жүріп келеді. Жарты сағаттан соң әбден жарық болды. Күн нұры тау шыңдарын жарқыратып, орман мекендеушілеріне күндізгі уақыттың басталғанын хабарын беріп тұр. Бұл кезде біз жігіттердің қабанның ізін көрдік деген жерінің өзіне келіппіз. Бір ескертетін нәрсе, жабайы шошқалар жазды күні күндіз дем алып, түнде жайылады. Қысты күні керісінше, күндіз жүріп, түнде жатады. Олай болса, кешегі қабандар алысқа ұзап кете қоймаса керек. Іздеріне түстік. Мен Удехелердің орман ішінде шаңғымен сондайлық тез жүретінін өмірімде бірінші рет көрдім. Кешікпей-ақ мен Удехелерге ілесе алмай кейін қала бастадым да, әрі беріден соң олардың тіпті қарасында көре алмадым. Оларды қуып жетемдеудің қисыны жоқ. Сондықтан мен олардың шаңғыларының ізімен асықпай жүре бердім. Сол бетпен шамасы жарты сағаттай жүрдім ғой деймін. Ақыры шаршап отыра кеттім. Кенет сырт жағымнан бір түрлі дыбыс естілді. Бұрылып қарасам, 2 қабан менің жолымнан кесе көлденең жортып өтіп бара жатыр екен. Мылтығымды ала салып, атып жіберіп едім. Тимей кетті. Қабандар үркіп, басқа жаққа қарай тұра қашты. Іздерінде тамған қанның жоқ екенін көрдім де, артынан қуа жөнелдім. 20 минуттай өткен соң, мен қабандарды қайта қуып жеттім. Шамасы олар шаршаған болуы керек.
қалың қарда омбылап әрең жүріп барады. Бір кезде хайуандар қатерді сезіп, бейне бір келісіп қойғандай екеуі бірдей маған қарай бұрылып, қарсы тұрып алды. Жақ сүйектерінің қимылдағанынан, маған естілген дыбыстан олардың азуларын қайрап тұрғандарын аңғардым. Көздері жайнап, танаулары желбілеп, құлақтары едірейіп кетіпті. Жалғыз қабан болса, мүмкін атқанда болар едім. Бірақ алдымда екі бірдей қабан тұр. Олардың маған қарсы шабатынына күмән жоқ. Мен атуды қоя тұрып, қолайлы бір кезеңді күттім. Қабандар тістерін қайрауын қойып, тұмсықтарын көкке көтеріп, барынша искеленді де, артынша жаймен бұрылып, өз беттерімен кете берді. Сол кезде мен басқа жақпен айналып, оларды тағы қуып жеттім. Қабандар қайтадан тоқтады. Біреуі құлап жатқан ағаштың қабығын тісімен сыдыра бастады. Бір кезде хайуандар құлағын тігіп, келте бір шыңғырды да менің сол жағыма қарай жол салып жөнеп берді. Сол кезде мен 4 удехені көрдім. Түрлеріне қарағанда олар да қабандарды көріп келе жатқан тәрізді. Оларға мен де қосылып, соңдарынан ердім. Жабайы шошқалар алысқа ұзап кете алмады. Тоқтап айбат шеуге даярланды. Удехелер айнала қамап, ортаға шыға бастады. Бұл жағдай қабандарды біресе о жаққа, біресе бұ жаққа айналақтауға мәжбүр етті. Ақырында олар қарсы тұра алмай, оң жаққа қарай ұмтылды. Удехелер керемет шапшаңдық жасап, оларға найза салды. Найза бір қабанның дәл жауырынына, екіншісінің мойнына қадалды. Міне осы соңғы қабан ілгері бұлқынды. Жас удехе салған найзасын одан шығармай ұстап тұруға тырысып-ақ көріп еді. Бірақ сол кезде шықыр еткен бір дыбыс естілді. Найзаның сабын қабан тісімен жіңішке шыбықша қиып жіберген екен. Аңшы өз екпінімен тоңқалаң асты. Қабан мен тұрған жаққа қарай ұмтылды. Жалма-жан мылтығымды көтеріп, түрегеп тұрған бойы басып салдым. Оқ ойда жоқта аңның дәл басына тиді. Енді байқасам, манағы найзасы сынған удехе қардың үстінде қаны саулап аққан аяғының жарасын аузын қолымен сығымдап отыр екен. Қабанның азуы қашан іліп кеткенін оның өзі де байқамай қалыпты. Мен оның жарасын таңдым да, удехелер дереу қос тігіп, отын тасыды. Бір адам аурудың жанында қалып, біреу шана әкелуге кетті. Ал өзгелері тағы да қабан аулауға аттанды. Аңшының жараланғанына ауылдағылар абыржыған жоқ. Әйелі еріне әзілдеп әжуалай күлді. Мұндай оқиғалар өте жиі болатындықтан, оны ешкімде елең қылмайды екен. Еркектерінің қайсысының болсын денесінен қабанның тісінің, аюдың тырнағының ізі табыла беретін көрінеді. Күні бойы мергендер шаналардың сынғандарын жөндеді. Ауыл әйелдері олардың шәркейлері мен киімдерін жамап берді. Мен адамдарымыздың жүгін жеңілдету үшін келесі ауылға дейін ит жеккен шаналармен 2 кісі жалдадым. Таңертең мен удехелерге рұқсат бердім. Сол арада кәдімгідей бір қызық жайтқа тап болдым. Мен удехелердің әрқайсысына 10 сомнан біреуіне тұтас 10 сомдық, ал екіншісіне 2-5 сомдық ақша беріп едім. Алғашқысы өкпеледі. Мен ол берген ақымды ассынған екен деп ойлап, көрер көзге риза болып отырған өз жолдасын көрсеттім. Әңгіме мүлде басқаша боп шықты. Удехе менің оған 1 қағаз беріп, ал жолдасына 2 қағаз бергеніме ренжіген екен. Олардың ақша танымайтындығы есіме келмепті. Мен оны риза қылайын дедім де, 10 сомдықтың орнына 3 сомдықтан 3, 1 сомдықтан 1 бердім. Енді 2-5 сомдық ақша алғаны ренжіді. Оларды риза қылу үшін екеуіне де бірдей қағаздан беруге тура келді. Сол кезде олардың қандай ризалық пішінмен шүйіркелесіп жүріп кеткенін көрсеңіз еді. Ертеңіне қаңтардың 23 күні біз тағы да ілгері жүрдік. Тынығып алған соң адамдарымыздың бәрі де жайдарланып, аяқтарын ширақ басып, көңілді жүріп келеді. Күні бойы 18 шақырым жер жүрдік те, 2 қарт удехе шалы мен Қытай шалы бұлғын аулап кәсіп етіп отырған Фанзаның қасына жетіп түнедік. Менің өте-мөте қор асуына шыққым келді. Оның жолының жайын сұрай бастадым. Удехе Китембу біздің жаңа танысымызды осылай деп атайды екен. Бізге жолбасшы болуға келісті. Оның жас шамасы
60-қа келген болуы керек. Шашына ақ кіріп, бетін әжім сызғылаған. Кетен бұл дереу қамдана бастады. Жамаулы көрпесін, тері бөстегін, талай рет жөндеген ескі бердеңкесін ала жүрді. Мен шәйнегімді, жазу дәптерімді, төсектік қапшығымды алдым. Ал Дерсу шатырдың кенебін, кальянын және азық-түлігін алып жүрді. Үшеумізден басқа отрядта тағы да 2 жанды мақұлық бар. Оның біреуі менің итім Альпада, екіншісі УДХ-ның Када деп аталатын тік құлақ, ұзын тұмсықты сұр иті. Таңертеңнен бері ауа райы жақсы болып тұр. Біз кешке қарай су айрықтың ар жақ бетіндегі аңшылар фанзасына жетіп қалармыз деп ойлап едік. Бірақ бізге көздеген жерімізге жету бұйырмаған екен. Түстен кейін аспанды қатпар-қатпар бұлттар қаптап, күннің айналасы шоғырмақталып, сонымен бірге жел де көтеріле бастады. Мен кейін қайтпақшы болып ем, бірақ Дерсу боран болмайтынын, әншейін қатты жел болып, ертең басылатынын айтып мені тоқтатты. Солай болып та шықты. Күндізгі сағат 4-тің кезінде күннің көзі жасырынды. Бұлттың ар жағында қалғаны әлде тұман ішіне кіргені белгісіз, айырып боларлық емес. Әуеден құрғақ қиыршық қар жауып, бұрқап тұр. Жел біздің дәл қарсы алдымыздан соғып, бетімізді осып жатыр. Қас қарая берген кезде бізде су айрығына жеттік. Сол арада Дерсу тоқтап, ОДХ-мен бір нәрсе жайында ақылдаса бастады. Мен олардың қасына келіп, шалдың жолдан шығыңқырап кеткенін білдім. Адасып кетуден сақтанып, олар далаға түней кетейік десті. «Капитан», деп маған қарады Дерсу. «Бүгін біздікі фанза табу жоқ, қош жасау керек». «Жақсы», дедім мен. «Ендеше жайлы орын қарастырайық». Біз орманның ең қалың ішіне кіріп, желдің ызғырығынан ықтайтын пана болсын деп, биіктігі 20 метр шамасындағы алып самырсын ағашының саясына келіп жайғастық. Дерсу балта алып, отын әкелуге кетті. ОДХ шал астымызға төсеу үшін ағаштың қылқан жапырақтарын кесе бастады. Ал мен от жағуға кірістім. Кешкі сағат 6:30-ның кезінде ғана қостың жұмысын бітірдік. Өзіміз де қатты шаршадық. От тұтанысымен қостың іші көңілденіп кетті. Енді аяқ киімді шешіп, кептірініп, кешкі тамақтың қамын жасау керек болды. Жарты сағаттан кейін шай ішіп отырып, ауа райы жайында сөз қозғадық. Менің Альпамның тоны Каданікіндей жылы емес еді. Ол жолшыбай шаршап тоңғандықтан оттың басында қалған сияқтанып көзін жұмып отыр. Жастайынан әртүрлі бейнет шегіп, көнбіс болған Када жорық өміріндегі қиындықтарды елең қылар емес. Ол бүктеліп шеткерірек жатты да дереу ұйықтап кетті. Оның тұла бойына қар себелеп тұр. Кейде Када түрегеліп, үстін сілкілеп, артынша жатқан орнын таптап азырақ жүреді де, екінші жамбасына жатып, тұмсығын шабына тығып, өз демімен жылынуға тырысады. Дерсу үнемі Альпаны аяп, қашанда әуелі аяқ киімін шешпей тұрып, шыршаның бұтағымен құрғақ шөптен оған төсеніш жасап беретін. Егер де оның ешқайсысы таяу жерде жоқ болса, онда өзінің бешпетін төсейтін. Мұны Альпа түсінетін. Ол тоқтаған жерде Дерсуды іздеп, оны айналып секіріп, аяғымен түрткілеп, қайтсе де өзіне назар аудартпақшы болатын. Сонан соң Дерсу қолына балтаны алған кезде тынышталып, қашан ол бір құшақ шыршаның бұтағын алып келгенше шыдап тосып отыратын. Біз өзіміз де иттерден кем шаршаған жоқ едік. Сондықтан да шайды ішісімен отқа молырақ отын салып, жамбастап қисая кеттік. Оттың қасында әрқайсымыз бөлек-бөлек жаттық. Жел жағына мен орналастым да бір бүйірде Дерсу жатыр. Ол өзіне шатыр тәрізді бірдеңе жасап алды да үстіне шинелін жамылды. ОДХ шал көрпе жамылып, самырсын түбінде жатты. Ол түні бойы қосты күзетіп, отты сөндірмей шығуға міндеттенді. Мен шыршаның бұтағын шауып, оның үстіне өзімнің қабымды төсеп, өте жайлы төсек жасап алдым. Жерде құлап жатқан ағаш бір жағымнан жел жібермесе, екінші жағымда от жанып тұрды. Үлкен орманның ішінде боран шашынды күндері қашанда қорқынышты болады. Дәл сол өзің түбінде жатқан ағаш үстіңе құлап басып қалатындай болады да тұрады. Шаршағаныма қарамастан,
мен көпке дейін ұйықтай алмадым. Біреу өзін ызаландырып тұрғандай жел құтырған аңша жолында не кез келсе, соны ойран қылады. Әсіресе ағаштар қатты сыбағасын алды. Бұл орман дәулерінің жаратылыстың дүлей күшіне қарсы нағыз күресі еді. Жел ұйтқи соғып, жұлқынып, артынша ұзағырақ барып ұлып зарлайды бір. Бейне бір орасан зор құйынның қақ ортасында қалғандаймыз. Жел үлкен бір аумақты оралып, біздің қос жаққа келіп, қайтсе де жерден қопарып тастамақ болып самырсынға соқтықты. Бірақ онысы бола қоймады. Орман алабы түнеріп, тек қана жан-жағына қатты теңселіп тұрды. Біреудің отқа отын салғаны, жел үрлеген оттың жалыны лаулай жанғаны құлағыма естілгендей болып еді. Артынша бәрі шым-шытырық болып араласып, мен қалғып кетіппін. Түн ортасы шамасында оянсам, Дерсу мен Китенбу ұйықтамай бірдеңе жайында сөйлесіп отыр екен. Дауыстарынан олардың әлденеден қауіптеніп отырғанын сездім. Самырсын теңселіп тұр, құлап кету қаупі бар шығар, деген ой жүйіткіп өте шықты. Басыма жамылып жатқан қаптың бұрышын лезде жұлып тастап, не боп қалды, деп сұрадым. Ештеңе емес, капитан, деп жауап берді Дерсу. Бірақ байқауымша ол шынын айтпаған секілді. Бекерге мені абыржытқысы келмеген сияқтанды. Поста от жарқырай жалындап жанып жатыр. Дерсу от басында отырып, оттың қызуынан қолымен бетін қалқалап, орнын жөндеп, күлін бір жерге жиыстырып қояды. Китенбу қарт итін сипалап отыр. Альпа менің қасымда, суықтан тоңған болуы керек. Дір-дір етеді. Оттағы ағаш лаулап жанып тұр. Қайраған көлеңке мен жалынның қызыл сәулесі жер бетінде кезек-кезек қозғалып, біресе оттан алыстап, біресе тым жақындап, біресе бұталар мен омбы қардың үстінде ойнақтайды. Ештеңе жоқ, капитан, деді Дерсу тағы да маған. Сенікі ұйықтай беруге болады, біздікі өзара әшейін сөйлеседі. Мен қайталап сұрағаным жоқ. Тағы да басымды бүркеп ұйықтап қалдым. Шамасы жарты сағаттай өткен соң қайта ояндым. Бұл жолы дауыстардан оянып кеттім. Бір жайсыз іс болған екен, деп ойлап қапшықтан түрегелдім. Боран сәл бәсеңдепті. Аспанда бірлі жарым жұлдыздар көрінеді. Жел уілдеген сайын жерге құмша сулап қиыршық қар түседі. Оттың жанынан серіктерімді көрдім. Китенбу түрегеліп бірдеңеге құлағын түрді. Дерсу қырындай тұрып, оттың жанынан бетін көлеңкелеп, түн қараңғысына көз жүгіртеді. Иттер де ұйықтамаған көрінеді. Отқа қарай тақалып барып жатпақшы болады да, бірақ іле атып түрегеліп, басқа орынға барады. Оларда бірдеңеден сезіктеніп, Дерсу мен Китенбудың қадалған жағына қарайды. Жел отты қатты үрлеп, мыңдаған ұшқындарды аспанға ұшырып, шыр айналдырып барып, орманның әлдеқайдағы бір түкпіріне әкетіп жатыр. Ол немене, Дерсу, деп сұрадым Гольдтан. Қабандар жүреді, деп жауап берді ол. Ал сонда не болушы еді? Қабандардың орманда жүруі мүлде табиғи іс. Сірә хайуандар жүріп келіп жатып, біздің қосқа кездескен соң өздерінің наразылығын білдіріп, қоршылдап жүрген шығар. Дерсу киіп қолын сілтеді де, сенікі қанша жыл тайгада жүрген, қалайша түсіну жоқ. Қысты күні түнде қабандар жүрмейді, деді. Шынында да Дерсу мен Китенбудың қарап тұрған жағына бұтақтардың сытырлап сынғаны және жабайы шошқаның қорсылы естілді. Біздің қосқа жақындай бере, қабандар тау аңғарынан түсіп, сүйір тебешіктен бір жағымен айналып кетті. Ал мына қабандар түнде неге жүреді? Деп сұрадым Дерсудан. Оныкі жай жүрген жоқ, деп жауап берді ол. Оны басқа адамдар қуған. Ол удехелер туралы айтып отырған шығар деп ойлап, олардың түн ішінде тайгада шаңғымен қалай жүргеніне іштей таңғалып қалдым. Бірақ Дерсудың адамдар деп тек адамды ғана айтпайтыны кенет есіме түсе қалып, іле бәрін түсіндім. Қабандарды жолбарыс қуып жүрсе керек. Олай болса, жыртқыштың таяу маңда жүргені ғой. Мен шайдың қайнауын күтпестен қапшығымды отқа жақынырақ сүйреп кеп, ішіне кірдім де тағы да ұйықтап кеттім. Мен көп ұйықтаған сияқты болдым. Кенет зілдей бірдеме кеудеме қарғып түсті.
Сонымен бірге иттің қыңсылағанымен Дерсудың абыржып «Тезірек!» деп айқайлаған естілді. Аң терісінен жасалған, ішіне өзім кіріп жатқан қапшығымның жоғарғы қабатын шапшаң ашып тастадым. Бетіме қар мен қу жапырақтар сау ете түсті. Нақ сол сәтте біртүрлі ұзын көлеңкенің бұтаның ішіне қарай сумаң ете түскенін байқап қалдым. Кеудемде жатқан Альпа екен. От мүлде сөнуге айналып, оның ішінде тек бір-екі шаланың басы ғана жылтырайды. Жел шоқты үрлеп ұшқындарын қардың үстіне айдап тастапты. Дерсу жердегі қарға қолымен таянып отыр. Сол қолымен көкірегін ұстайды. Шамасы жүрегінің дүрсілін баспақшы болып отырған сияқты. Кетембу қарт қардың үстінде етпетінен түсіп тырп етпей жатыр. Біразға дейін мен не боп қалғанын да, не істерімді де біле алмай қалдым. Үстімдегі итті әрең дегенде қуып түсіріп, қапшықтан шықтым да Дерсудың қасына бардым. «Не болды?» деп сұрадым мен оның иығынан түртіп. «Амба, амба!» деп айқайлады ол үрейленіп. «Амба тіпті біздің қосқа келген. Бір итті алып кетті». Сонда ғана шалдың иті жоқ екенін байқадым. Дерсу орнынан түрегеліп отты жайғастыра бастады. От жанған кезде ОДХ есін жинады. Ол жынды кісіше қорыққаннан жан-жағына алақ-жұлақ етеді. Басқа уақытта болса, оған күлуге болар еді. Бұл жолы бәрінің ішінде ұстамдысы мен болдым. Оған себеп мен ұйықтап жатып болған оқиғаны көргенім жоқ қой. Бірақ та аздан соң кезек маған да келді. Дерсу тынышталған кезде қорқыныш маған кірді. Жолбарыстың қосқа қайта келмеуіне, адамға шаппауына кім кепіл? Мұның бәрі қалай болды? Қалайша ешкім атпады? Ең алдымен оянған Дерсу екен, оны иттер оятыпты. Иттер қайта-қайта оттың біресе о жағына, біресе бұ жағына ытқып шыға беріпті. Альпа жолбарыстан қорғанып, тура Дерсудың басына секірген екен. Ол ұйқылы ояу, оны итеріп жіберіп қараса, тіпті өзінің қасына келіп қалған жолбарысты көреді. Жолбарыс итті шап беріп тістеп алыпты да, өзіне ешкім бөгет бола алмайтынын білгендей, асықпай саспай орман ішіне қарай ала жөнеліпті. Жолбарыс ұмтылғанда зәресі ұшқан Альпа оттан қарғып кеткенде тура кеудеме топ ете түсіпті. Дәл сол кезде мен Дерсудың айқайын естісем керек. Жалма-жан мылтыққа жармасып ем, бірақ қай жаққа атарымды білмедім. Әлден уақытта артымдағы бұтаның арасынан сыбдыр естілді. «Мұнда екен!» деп сыбырлап Кетембу самырсынның оң жағын қолымен нұсқады. «Жоқ, мына жақта!» деді Дерсу, мүлде қарама-қарсы жақты көрсетіп. Тағы сыбдыр ете түсті, бірақ бұл жолы екі жақтан бірдей естілді. Ағаштың басынан жел суылдап естіртпеді. Кейде бұтақтың тысырлағаны анық естілгендей де, тіпті жолбарыстың өзін көргендей де болам. Бірақ артынан мүлде бұлай емесіне көзім жетеді. Ол я құлап жатқан ағаш, немесе уақ шырша болып шығады. Айналамыздағы қалың нудан күндіздің өзінде еш нәрсені көруге болмайтын еді. «Дерсу!» дедім мен Голдқа. «Ағаштың басына шық. Жоғарыдан саған жақсы көрінеді». «Жоқ, менікі шыға алмайды. Менікі қартайған адамдар. Енді ағаштың басына шығуды мүлде түсінбейді», деп жауап қайтарды ол. Шалдың да ағашқа шыққысы келмеді. Сонан соң самырсынның басына өзім шықпақшы болдым. Ағаштың сабағы түзу, әрі тегіс екен. Жел жағына қар жабысып қалыпты. Қаншама тырмысқаныммен 1,5 метрден артыққа бара алмадым. Аздан соң қолдарым тоңып, қайта төменге түспеске лажым болмады. «Керек жоқ», деді Дерсу әуеге қарап. «Кешікпей түн бітеді». Сонан кейін мылтығын алып, әуеге атты. Нақ сол кезде жел қатты ұйтқып соғып тұр еді. Мылтықтың даусы таяу маңда ғана жаңғырықты. Біз отты лаулата жағып, шай қайнатуға кірістік. Альпа өне бойы біресе маған, біресе Дерсуға жабысып, сәл сыбдыр естісе де, қалтырап, қорыққаннан жан-жағына алақтай береді. Әлі де 40 минут шамасы от басында отырып, жаңағы жайлар жөнінде өз әсерімізді сөз етістік. Ақырында таң біліне бастады. Жел лезде толастап, аяз күшейе түсті.
Дерсу мен Китембу бұтаға барды. Іздеріне қарап, олар қостың жанынан 9 қабан өткенін, жолбарыстың үлкен және кәрі екенін айырды. Жолбарыс көпке дейін қостың маңында жүріп, от мүлде сөнгенде ғана итке шапқан екен. Мен Дерсуға заттарды қоста қалдыра тұрып, жолбарыстың ізіне түсейік дедім. Оны көнбейтін шығар деп ойлаған едім. Оның мақұлдай қойғанына таң қалдым. Гольд тайгада жолбарысқа тамақ көп екенін айтты. Ал мына жолбарыс қабандарды қуып келе жатып, жолдағы адамдарды көрді де, олардың қосына шауып, итін ұрлап әкетті. Мұндай жолбарысты атуға болады. Обал жоқ, деп жауап берді ол. Тоңазыған етті тезірек жеп, ыстық шай іштік те, шаңғымызды байлап, жолбарыстың ізімен тарттық. Боран мүлде басылды дерлік. Ғасырлар бойы жасаған шыршалар мен самырсындар ақ киімдерінен айырылыпты да, оның есесіне әр жерде омбы қарлар үйіліп жатыр. Күн сәулесі қармен шағылысып, орман ішін жарқыратып, сәндендіріп тұр. Жолбарыс біздің қостан шыққан соң келген ізімен кейін қайтыпты. Сол із бізді құлаған ағаштардың үйінділеріне алып келді. Біз сол ағаштардың арасына сайрап жатыр. Асықпа, капитан, деді Дерсу маған. Тіке жүру керек жоқ, айналып жүру керек, жақсылап байқау керек. Кетіп қалыпты, деп әлден уақытта ол айқай салды да, дереу жаңа із кеткен жаққа бұрылды. Сол жерден жолбарыстың бір орында көпке дейін жатқаны анық байқалды. Жатқан жерінің қары еріп қалыпты. Итті алдына салып қойып, арт жақтан қуғыншылардың бар жоғын тыңдапты. Сонан кейін итті әрі қарай алып кетіпті. Сол бетпен тағы да 3 сағаттай жүрдік. Жолбарыс тура жүрмей, қары жұқалау, ағашы қалың, құлаған ағаштың үйінділері көбірек жермен әдейлеп жүріп отырыпты. Бір жерге келгенде, ол құлап жатқан ағаштың үстіне шығып, көп отырыпты. Бірақ кенет бірдеңеден қорқып, жерге секіріп түсіп, бірнеше метр жерге жер бауырлап барыпты. Ол әлсін-әлсін тоқтап, тыңдапты. Біз жақындаған кезде жолбарыс әуелі қарғып, артына аяңдап, сонан соң жортып жөнеліпті. Ақырында Дерсу тоқтап, Китембу қартпен ақылдаса бастады. Оның ойынша кейін қайтуымыз керек. Өйткені жолбарыс жаралы аң емес, оның үстіне қар да онша қалың емес. Ізді қуа беру уақытты босқа өткізу боп табылады. Жолбарыстың итті жемей, неге өзімен бірге әкете бергенін мен тіпті түсінбей қойдым. Менің осы ойымды білгендей-ақ, Дерсу бұл жолбарыстың арланы емес, ұрғашысы екенін, оның балалары барын, итті жемей соларға апара жатқанын айтты. Өз үңгіріне жолбарыс бізді апармайды. Қашан біз оны қууды қойғанша, белден белге асып кете береді. Бұл дәлелді мақұлдамауға болмады. Қосқа кейін қайтпақшы болып ұйғарғаннан кейін, Дерсу жолбарыс кеткен жаққа бұрылып айқай салды. Амба, сенікі бет жоқ, сен ұры иттен жамансың, менікі сенен қорықпайды, ендігәрі сені көрсе атады, деді. Сонан соң ол калянын тартты да, шаңғының ізімен кейін қайтты. Заттарымыз жатқан жерге таяу қалған кезде, мен ілгері озып кеттім де, Китембу мен Дерсу кейін қалды. Қырқаға шыға келіп ем. Сол кезде әлдене біздің қостан ытқи шықты да, тау бауырына қарай қаша жөнелді. 1 минуттан соң біз қосымызға жеттік. Заттарымыздың бәрі шашылып, жыртылып жатыр. Менің төрсек қапшығым, құр қиқымдары ғана қалыпты. Іздеріне қарап, бұл ойрандаушының 2 құну екенін білдік. Қосқа жақындай бергенде көргенім солар екен. Іске жарамды деген нәрсені жинап алдық та, асудан тезірек түсіп, алғашқы қосымызға қарай кейін қайттық. Тау бөктерімен жүру оңай болды. Өйткені бері қарай келе жатқан кезіміздегі шаңғымыздың ізін қар басқанмен де, сораптың асты қатайып, нығайып қалған екен. Біз жай жүргіміз жоқ, жүгіре сырғанадық. Сөйтіп кешке қарай отрядымызға келіп қосылдық.